Сұлтанов атындағы облыстық аурухананың екі ғимаратын 6000 шаршы метрлік жаңа корпус салу арқылы біріктіру жоспарда бар. Жоба құны шамамен 5 миллиард теңгені құрайды. Сонымен қатар жансақтау және ота жасау бөлімшелерінде жаңа заман талабына сай қабылдау бөлімшесін ашу жоспарланған. Когда скорая подъезжает, больного сразу, чтобы если это Шұғыл қоңырау түскен кезде жедел жәрдем көлігі бірден жансақтау бөліміне тоқтайды. Егер жеңіл науқас келсе, палатаға апарылады. Біз осылай жоспарлап отырмыз. наблюдаться. И плановые больные это в плановом порядке. То есть разграничение. Это приемный пункт. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ораз Мұқашев өкінішке орай облыстық ауруханадағы қабылдау бөлмесі қазіргі стандартқа сай емес екендігін айтты. Сондықтан екі ғимаратты қосу арқылы мәселені ретке келтіру жоспарланып отыр. Нам надо понять, какое тех задание будет, что мы видим. Допустим, мы можем всю строить. Бізге алдымен қайсысы техникалық ғимарат болатынын түсініп алу керек. Егер біз барлық құрылысты өзімізге алатын болсақ, оны құрылғылармен жабдықтауды мемлекеттік жекеменшік серіктестіктер өз мойнына алады. Когда мы зачем будем эти простые вещи, строительство здания, отдавать на удорожание? Аймақ басшысы бұл жобалардың барлығын қайта тексеруден өткізіп, тиімді жақтарын қарастыру керектігін тілге тиек етті. Сондай-ақ жобаны мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы қаржыландыру мәселесінде зерделеу керек деді Болат Бақауов. Сонымен қатар нөмірі 1 қалалық емхана ғимаратына жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп күтілуде. Бұдан өзге облыс әкімі емханалардың тұрғындарға қызмет көрсету сапасымен танысты. Алдағы уақытта сапалы қызмет көрсету Ертіс адалдық алаңы жобалық офисінің назарында болады. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Мұрат Абілмәжит, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.